Менің мына бетімді былай қарасаңыздар, кішкене шұңқырлар бар да, арасында безеулер шығып тұрады. Содан бөлек менің кішкене артық салмағым бар. Оның барлығы неден деп ойлайсың? Кофе. Кофедан. Менің ойымша дұрыс тамақтанбағаннан, соның ішінде тәттіден деп ойлаймын мен. Себебі мен тәттіні жақсы көремін, шоколадты жақсы көремін, үйде де әртүрлі тәттілер жеймін, соңғы уақыттары осы тәттілерден бас тартып жатырмын. Бірақ бұл тәттілердің тағы бір әсері бар деп ойлаймын. Ол әрбір тәттіге жұмсалатын ақша күніне менің отбасымнан менен біраз ақшаны суырып жатыр деп ойлаймын. Сондықтан бүгін біз өте бір қызық эксперимент туралы сөйлесеміз. Ол осы тәттіден бас тарту арқылы 1 миллион теңгеге қалай жетеміз деген болсын. Немесе 1 миллион емес, мүмкін 10 миллион, 15 миллион теңгеге қалай жетеміз деген болсын. Және бұл видеоны мен барлық адамның көргенін қалаймын. Яғни сіздің жасыңыз 17 жастағы жігіт немесе қыз болсаңыз, немесе 50 жастағы кісі болсаңыз да, бұның барлығына қызық болатын видео деп ойлаймын. Және сонымен қатар сіздің айлық табысыңыз хоть 200 мың теңге болсын, да 500 мың теңге болсын, 10 миллион теңге болсын, әркім өзінің деңгейіне қарай дәл осы видеоны көреді да, өзіне пайдалы дүние алады. Яғни кез келген адамға өзінің қаржылық жағдайын жақсарту, сонымен қатар мен сияқты адамдарға кішкене денсаулығында проблемасы бар. Бұл енді қатты проблема деп атаймыз, бірақ соның өзінде проблема бар. Денсаулығында проблемасы бар адамдарға осы проблеманы жақсартуға арналған видео болсын. Яғни мен не туралы айтқым келеді? Бұл жерде мен тәттіден бас тартқым келеді. Яғни енді тәтті жемеймін, сонымен қатар нан жемеймін. Нан жемеймін деген енді мен үйімдегілердің кейбір адамдары нан жейді, бірақ мен нан жемеймін. Сөйтіп есептей келе мен күніне тәттіге, нанға, өзімнің денсаулығыма зиян тамақтарға күніне 4-5 мың теңге жұмсаймын деген ойға келдім. Бірақ енді әркімнің табыстары әртүрлі ғой. Сондықтан мен біреуге көп, біреу мысалы 5 мыңнан көп жұмсайды, біреу одан аз жұмсайды. Солардың барлығын есептей келе мен осы тәттіден және наннан бас тарта отырып, күніне 2222 теңге үнемдеймін деп келдім да. Неткен сан. Әділжан мына жерде не істеп отыр десек, Әділжан маған осы бір есептерінде, мына бір эксперименттарда маған ыңғайсыз сұрақтар қояды. Ол сұрақтар сіздің ойларыңызда пайда болуы мүмкін. Әділжан сол сіздің ойыңызда пайда болатын сұрақтарды тауып, угадайка дейді, тауып көруге тырысады. Егер де Әділжан сұрағыңызды тапса, онда комментарийға жазыңыз, вот Әділжан красавчик мен сұрағымды тапты деп. Ал егер сіздің ойыңызда пайда болған сұрақты Әділжан таппаса, онда Әділжан не красавчик мен сұрағым таппады, менің сұрағым осында еді деп жазыңыздар да. Кеттік. Сонымен біз не туралы сөйлесеміз? Жалпы мен әрқашан айтамын да, инвестиция арқылы миллион теңгеге жетуге болады да. Ол қатты қиын емес. Инвестиция арқылы 10 миллион теңгеге жетуге болады, ол да қатты қиын емес. Инвестиция арқылы тіпті миллион долларға да жетуге болады, ол да қатты қиын емес деп айтамын. Ең бір бұл жердегі қиын дүниесі, ең қиын деген дүниесі ол дисциплина. Дисциплина, сабыр және дұрыс әдеттерді қалыптастыру. Қалған дүниенің барлығын үйренуге болады да. Қалған дүниенің барлығы есеп қана. Сондықтан сіздермен бірге мен дәл осылай дисциплинаны қалыптастырғым келеді. Сонымен менің экспериментім в чем заключается? Менің экспериментім қалай болады да? Жалпы қат-қатымен айтты. Яғни күніне мен тәттіден және наннан бас тартамын. Оны да Инстаграмның сторисында, мен Инстаграм қасиет жазып қоясың ба былай? Фук кеткізіп. Әділжанның кеудесіне былай шығарып қояйық та, мен түзіп отыршы. Мына жерге Инстаграмды фук деп шығарып қояйық, еркін тыды. Менің Инстаграмыма кіріңіздер, сол жерде стористі көріп жүріңіздер. Әрине мен енді күнде сторис сала беремін деп айтпаймын, енді сол нан туралы, тәтті туралы, бірақ ара-арасында осы тәттіден міне бас тарттым, міне тәтті жемей жүрмін, міне денсаулығыма пайдалы тамақтар жеп жүрмін деп та, соны салып отырамын. Және күнде мен 2222 теңгені үнемдеп отырамын да, оны бір Каспийдің ішіндегі мекен бөлек депозитке салып отырамын. Әр 10 күн сайын, немесе әр апта сайын, ол енді қатты бір маңызды емес, әр апта сайын, немесе әр 10 күн сайын, сол жерде жиналған ақшаны, яғни әр апта сайын болса, где-то 16 мың теңге ма, 16 мың теңгені шығарып алып, немесе әр 10 күн сайын болса, 22220 теңгені шығарып алып, мен инвестиция жасаймын. Қай жерге инвестиция жасаймын? Акцияға, облигацияға инвестиция жасаймын. Кішкене ақша жиналған кезде мүмкін анандай краудфандинг қорлары бар ғой, краудфандинг қорларына инвестиция жасаймын. Мүмкін басқа жерлерге жасаймын. Қандай
Оның барлығын көрсетіп отырасың ба Instagram сториста? Сол мынанша жиналды, осынша сатып алдым деген. Оны біз қаяқтан біліп отырады? Әрбір инвестиция жасаған сайын мен оны сториста салып отырамын. Содан кейін Инстаграмда менің каналым бар. Либо Телеграм канал, әйтеуір каналдардың бірінде жазамын. Инстаграм каналымда мына жерде қасиет шығарып қояды, тырс еткізіп. Телеграм канал, в общем, каналдың, Инстаграм парақшаның, Телеграмның миллион теңгеге қашан жетеміз, соны есептейміз, және содан бөлек 10 миллион теңгеге қашан жетеміз. Соны 10 миллион теңге. Айына сіз примерно 200-250 мың, 300 мың табуыңыз мүмкін. Табады ондай 20 жастар бар. Точно табады, себебі мен білем, біздің студенттеріміздің арасында да 200-500 мың, 1 миллион тауып жатқандар да өте көп. Сен жасың нешеде? 20. Сен неше табасың айына? Кемінде. Ештеңе жасамадым, ешқандай ақша таппадым дегенде қанша табасың? 300 табады қасиет жасы 20-да, яғни менің гипотезам дұрыс. 222 теңгеден, мен күніне да 2222 теңгеден жасасам, айына ол 2220 теңге болады. Мен давай 3 жыл бойы осылай жалғастырамын деймін, және ешқандай да инвестиция жасамай, просто жинасам қанша ақша өзім. Тек қана өзім просто 2220 теңгеден ай сайын жинап отырамын да. Так, 22.220 болады ай сайын да. Соны есептесек. 3 жылдың ішінде менде қанша ақша жиналады? 822 мың теңге жиналады екен. Давайте 3 жыл емес, 3,5 жыл дейік. Миллионға қашан жететінін көріп өттім. Мына жерде нүктенің орнына өтіріп басып жібердім қазір. Бір мен кешіріп қойыңыздар. Фуп деп есептейік. 955 мың, яғни примерно 955 мың теңге 3,5 жылдың ішінде жиналса, ары қарай 3 жыл 8 айдың ішінде мен примерно 1 миллион теңге. 1 миллион жинау үшін 3,5 жыл күтеміз бе? Енді қара, ол күтеміз бе, оны күтіп жүрмейсің ғой, сен бұл ақша сенде итақ да ауаға кетіп жатқан ақша. Сен бұны, мысалы, менде бұл итақ ауаға кетіп жатқан ақша, тем более жай ғана ауаға кетіп жатқан жоқ, ол мен денсаулығымды құртып тұрып, мені семіртіп тұрып, тәттіге бостан-босқа кетіп жатқан ақша. Мен бұл экспериментті жасамасам, мысалы, ол ақшаны мен вообще жинамайтын да едім да, қарамайтын да едім. Бұл эксперименттің мақсаты не? Біріншіден әдет қалыптастыру ғой. Менімен бірге мысалы жасап жүрсек, қазір осы YouTube-тағы видеоны көріп, менімен бірге жасап жүрсек, бір әр ай сайын мысалы біз қорытындысын немесе әр ай сайын немесе әр 2 ай сайын қорытындысын YouTube-қа салайық та, не болып жатыр, қай жерге болып жатыр, осындай бүкіл Инстаграмда жасаған дүние, қандай қиындықтарым болды. Возможно, мен де адаммын ғой, бір күні ұмытып кетуім мүмкін да. Ұмытып кетсем, маған Инстаграмда жазып қойыңыздар, сен ұмытып кеткен жоқсың ба, что-то бүгін салған жоқсың деп. Сөйтіп қойыңдар да. Яғни ол бостан-босқа кетіп жатқан ақша, егер де мен бұл экспериментті жасамасам, мысалы, вообще ақша жиналмайтын еді. Енді қарай, бұл енді бір шетінен не ғой? Жай ғана просто жиналған ақша эксперимент. Яғни біз негізі жаңа курста да үйретеміз ғой, ең бірінші ақша жинауды үйретеміз, жинау тәсілдері. Ол әдет. Әдетті қалыптастыру тәсілдері бар, соны үйрену керек. Хорошо. Енді қарайық. Біз бұны жай ғана жинамаймыз, депозитке салып жинайық. Депозит қазір 15% қайтарым береді, но я думаю, бір 3 жылдың 2024-25 жылдары пайыздық мөлшерлеме түсетін сияқты. Пайыздық мөлшерлеме деген не деген сұрақ туған жоқ па сенде? Пайыздық мөлшерлеме. Явно мына көрермендерде туды ондай сұрақ. Мен білемін оны. Бұл жігіт біледі просто да. Пайыздық мөлшерлеме деген ол ұлттық банктың қоятын кредиттің бағасы ғой жалпы. Яғни кредиттің бағасын ұлттық банк қояды, 10%, 15% әртүрлі да. Соған орай біздің депозитіміз қанша процент қайтарым береді? Сол да тәуелді. Яғни сол пайыздық мөлшерлеме түсіретін сияқты 24-25 жылдары. Демек біздің депозитіміздің қайтарымы примерно средний осы жыл қазір 15% болып тұр, қазір ашып алсаңыздар да. 13-12 түсуі мүмкін. Яғни алдағы жылдарда мысалы сіз қазір 15%-пен ашасыз, ол келесі жылдың дәл осы күніне дейін 15% болып тұрады. Ары қарай ол 13%, 12%, 11% болуы мүмкін. Среднем где-то 13% десек. Среднем 13% дейік. Давайте 3 жылдан бастап көрейік та, 3 жылда қанша ақша болады екен осы. Бұл депозитқа жинап жатыр. Депозитке жинап жатырмыз. Бағана просто жинадық. Жастың астына жинадық, қазір депозитқа. Иә, депозитке жинап жатырмыз. Есептеп көрейік. 3 жылдың ішінде 993 мың теңге болады екен. Яғни просто 8 айды үнемдейміз. Осыдан бастап мынаны түсінуге болады да.
депозит деген ол ақшаны жинаған кезде уақытты үнемдеудің жолының бірі. Дұрыс па? Иә. Уақыт үнемдейсің. Себебі біз 8 ай үнемдеп тастадық. Просто енді бұл и так та бізге далаға кетіп жатқан ақша, бірақ 3 жылдан кейін 1 миллион теңгеміз болып тұрады. Жаман емес па? Жаман емес. Жаман емес. Уже жаман емес. Ал енді инвестицияны қарасақ, мен қай жерге инвестор жасаймын? Мен акцияға инвестор жасаймын дедім, облигация инвестор жасаймын дедім. Ну, наверное, мен мынандай дүниелер жасаймын. Акциялардың ішінен өте андай Apple сияқты, мүмкін Каспи сияқты акцияларды алуым мүмкін. Но жалпы бірақ басында мен облигациядан бастаймын деп ойлаймын. Облигация. Алғашқы 3 айында тек қана бірнеше облигациялар сатып алып отырамын. Неге? Себебі облигация 3 ай сайын купон береді. Бұл бір. Екіншіден бағасы акциядан гөрі более-менее тұрақты. Мен кішкене алғашқы 3 айда капитал жинап алғанша, алғашқы 3 айда мен где-то 66 мың теңге капитал жинасам, сосын оның купондары түссе, где-то 75 мың теңге ма? Облигация деген не, купон деген не? Все, ол да түсінсіз екен ғой. Облигация деген бір компания мынандай қағаз шығарады да, ол қағазға расписка ғой, біз сол расписканы сатып алсақ, ол жерде жазып тұрады. Так, мына бір компания, ол компанияның аты бір құрылыс компаниясы болуы мүмкін. BI да, BI Group немесе Freedomның облигациялары бар. Осы Freedom Әріпбай Еркебұланға осынша теңге қарыз, мысалы 1000 теңге қарыз, және оның купоны ол қанша процент үстіне қосып беретін жазылады. Мысалы, маған 1000 теңге қарыз плюс 1 жылдан кейін 21% қосып берем десе, яғни мен 1000 теңгемді Freedomға берсем, ол маған 1 жылдан кейін 21%, яғни 1210 теңге қайтарып береді. Біз яғни қарызға, компанияларға, компанияға, мемлекетке осындай қарызға ақша береміз. Алғашқы 3 айын мен кішкене сондай рискованный, пайдасы жоғары, мысалы 25% пайдасы бар акцияларға салғым келеді. Яғни акция мен облигацияға салғым келеді. Неге? Себебі мен ол просто кетіп жатқан ақша кішкене риски көбірек, сондайға салғым келеді. Капитал жинаймын, сол капиталды ары қарай акцияларға кішкене диверсификация жасауды бастаймын. Болды, жақсы. Енді түсінікті болып. Енді түсінікті. Енді примерно ол жерден біз теңгемен, енді доллармен где-то 10-15% пайда көруіміз мүмкін, средний. Бірақ теңгемен жасайық та. Теңгемен где-то 20%, 21% пайда көрсетуге болады жыл сайын. Сонымен облигацияларға 3 жыл, дәл 3 жылда 21%-пен есептесек, орташада, депозиттен чуть жоғары, есептесек 3 жылдың ішінде бізде уже 1 миллион 110 мың теңге пайда болып қалады екен, да? Яғни біз 3 жыл емес, одан азырақ уақытты жинауымыз керек. Давайте 2,5 жыл. 2,5 жылда қанша болады екен? Соған қарап уже қалған есептеп аламыз. 2,5 жылда 883 мың, примерно 2 жыл 8 айда. 2 жыл 8 айда 970 мың теңге, яғни 2 жыл 8 айдан асқан кезде кішкене, 2 жыл 9 айда где-то миллионға жетеміз. Яғни біз депозитпен салыстырғанда тағы да 3 ай үнемдеп тұрмыз. 3 ай ма? 2 жыл 9 ай деген, 3 ай үнемдеп тұрмыз. Ары қарай, яғни мен осы күніне 2222 теңгеден жинап, облигацияға салып, содан кейін акцияға салсам, егер де мен 21% өсімді ұстап тұрсам, облигациямен оны ұстап тұру оңай, 25% өсімді ұстап тұру оңай. Бір сұрақ қойып жіберейін осы жерде. Біз 2222 деп жатыр қой, бұл ай емес, сонда бір айда бір 10 рет сақтадық қой біз, өйткені 30 не ғой? Айына 66 мың болады екен ғой, да? Бастан. Так, есепті қайтадан жасаймыз. Яғни біз айына мынаны дейтін, маған өте жақсы сұрақ қойды, бірақ кете берсін осы видеода. Адамдар өздері қатесін табар. Давайте есепті басынан бастайық. Айына бізге 66.660 жиналады екен ғой. Сонымен 66.660-тан есептейік. 66.660. Бұл дейтін бір шетіне маған да жақсы, себебі жылдамырақ уақытта сіздерге нәтиже көрсете аламын. 66.660-ты давайте осы жол 2 жыл жинасақ, ешқандай пайсыз. Бұл біріншісі, просто жастықтың астына жинасақ қанша ақша жиналады екен. Жастықтың астына жинасақ қанша жиналады екен. Просто. Ой, 2 жылдың ішінде уже 1 миллион 600 мың шығып кетеді екен. Давайте 1,5 жыл жастықтың астына жинап көрейік. 1 миллион 260. Бірде 2 жыл жинап көрейік. Мынау 1 жыл 4 айда. 1 жыл 4 айда бізде 1 миллион шығады екен. Просто так жинасақ 1 жыл 4 айда 1 миллион шығады екен. Өте жақсы. Давайте енді 15% депозитке салып көрейік. Уже 1 миллионнан асып кетеді екен. Давайте 1 жыл 2 айды көрейік депозитке. Депозитте 1 жыл 2 айда уже бізде миллион жиналып қалады екен. Ал енді давайте инвестицияны көрейік. Инвестицияда егер де 1 жыл жинайтын болсақ, онда мен облигацияға 25%-пен салып қойсам болады ғой? 25% облигациямен салып қойайын. Давайте 1 жыл жинайтын болсақ, 1 жылдан чуть-чуть асқан уақытта уже 1 миллионға жетеді екенбіз, да? Яғни, получается, егер де
миллион жинағымыз келсе, онда біз былай жинаған кезде, просто жастың астына жинасақ, 1 жыл 4 айымыз кетеді. Тек қана депозитке салып қоятын болсақ, ол 15% сақталады бізде 1 жыл бойы депозит. Оған 1 жыл плюс 1 ай, 1 айдан чуть астам уақытта кетеді. Жай ғана инвестициядан жинайтын болсақ, онда біз 1 жыл 1 айға жетпейтін уақыт. Яғни депозитпен салыстырғанда 1 ай үнемдейміз. Немен салыстырған кезде, жай жинаумен салыстырған кезде біз где-то 4 ай үнемдейміз. Бірақ бірден айтайын. 1 миллион деген ол тек қана 1 миллион деген мақсат емес та. Бұл жерде тек қана 1 миллион мақсат емес, әдет қалыптастыру керек. Ары қарай мен бұны жалғастыра беремін деп ойлаймын да, 10 миллион теңгеге жеткіземін деп ойлаймын. 10 миллион теңгені есептейік. 10 миллион теңгені есептеу үшін мына жерде бізде жастықтың астына жинағанда қанша болады екен? Я думаю, где-то 5 жыл керек шығар деп ойлаймын. Сен қанша деп ойлайсың? 5 жылдан көп деп ойлаймын. 10 жылдай шығар. Ладно, 5 жылда 4 миллион болады екен. Значит, 12 жыл керек сияқты да? 12 жылда 9 миллион 665 мың болады екен. 12 жарым жылда уже болып қалу керек сияқты. 12 жарым жылда 10 миллион жиналады екен. Яғни, просто ойлаңыз, күніне 2222 теңге, 12 жарым жылда 10 миллион теңге жиналады. Жақсы ақша ма? 12 жылда инфляцияға ұшырайды ғой деп айтатын. Иә, 12 жылда инфляцияға ұшырайды. Бірақ представьте сіздер, бұл альтернативті ситуация қандай еді? Вообще жинамайсыз. Вообще ақша жоқ. Да, альтернатив, либо вообще ақша жоқ, либо өзің байқамай күніне тәттіден бас тартасың, басқадан бас тартасың, денсаулығың да жақсарады, басқа да жақсарады. Плюс еще сенде инфляцияға ұшыраған бір 10 миллион теңге тұрады. Иә, оның құны қазіргі бір 5 миллион теңге болуы мүмкін. Қазіргі 2 миллион, 3 миллион теңге болуы мүмкін, но ақшаң бар да. Жақсы ма? Бірақ инфляцияға ұшырамай жинайтын жолдар бар ма? Конечно, инфляцияға, мысалы депозит уже 10 жылға созатын болсақ, оның орташасы где-то 13%, 13 емес, даже 10% болуы мүмкін деп ойлаймын. Даже 11% дейікші. 11% болуы мүмкін. Ну, давайте депозиттің бір жақсысын айтайық, 12%. Ну, инфляцияны как раз депозит жеңіп жатыр қазір. 12 жарым жылда тым көп ақша болып кетеді екен. 22 миллион. Да, 22 миллион болып кетеді екен. Сондықтан бұл депозитқа біз 5 жыл салып көрейік. 5 жылда 5 миллион ғана болады екен. 7 жылға салсақшы 8 миллион болады екен. 9 жылға салсақ 7 тұрқы 9 жылда. 9 жылда асып кетеді екенбіз, яғни 8 жылға салады екенбіз. 8 жылда 10 миллионға жетеді екенбіз. 8 жылда 10 миллионнан асып кетеді екенбіз. Яғни біз уже 4 жарым жыл ма? 4 жарым жыл үнемдеп жатырмыз. Просто жинайсың, 4 жарым жыл жинайсың, ал депозитке жинасаң 8 жылда 10 миллионға жетеді екенбіз. Уже плюс еще 4 жылдың инфляциясынан қосымша ұтасың, дұрыс па? Уже мынау кәдімгідей ақша. Қазіргімен салыстырғанда біраз ақша болады. Давайте енді депозитқа емес, облигация салайық. 25% емес, уже кішкене уақыт ұзарған соң, где-то 20% сақтаймыз деп ойлайық та. Уже облигация, акция болады әртүрлі. 8 жылда қанша ақшаға жетеді екенбіз? 8 жылда асып кетеді екенбіз, тым көп болып. Давайте жаңағындай 5 жылдан көрейік. 5 жылдан көрейік. 5 жылда 6 миллион болады екен. 6 жылда. 6 жылда да жете алмайтын сияқтымыз да, көрейік. 6 жылда осындай, 7 жыл. Яғни депозитпен салыстырғанда біз уже бірнеше ай, жоқ, 7 емес екен. 6,5 жылда біз депозитпен салыстырғанда 2,5 жыл, 1,5 жыл. Депозитпен салыстырғанда уже 1,5 жыл ұтамыз. Плюс бана 1,5 жылдың инфляциясымен ұтамыз. Просто так жинаумен салыстырғанда уже 6 жыл ұтамыз. Яғни инвестицияның негізгі мақсатын дәл осылай орындаймыз. Яғни 6 жыл осындай жасаймыз. 6 жыл сен күніне 2222-ден саласың ба десең, мен сала аламын. Неге? Себебі 2018 жылдан бері, қазір міне 6 жыл өтіп жатыр. 2018 жылдан бері күн сайын демей қойын, басында кішкене сирек болды, бірақ уже инвестицияны мен тұрақты жасап келе жатырмын. Тіпті 2023 жылдың басында көрсеттім ғой, мен ашық портфель жасайын дедім, бірақ оған мен ай сайын где-то миллион теңге, басында енді 500 мың, содан кейін өсіре келіп миллион теңгенің шамасында салдым. Я думаю, мен мына экспериментті бір 2 жыл, 1,5 жыл жасаймын, ары қарай күніне мысалы 5555, уже кішкене үлкенірек суммамен кете береді. Возможно, бұл просто так жасалған ақша, и 10 жылдан кейін, возможно, көп ақша жиналса, мен бұны бір оқырмандарыма бере саламын. Бұл эксперименттердің маңызды бір жағы ол әдетті қалыптастыру болып тұр. Әдет қалыптастыру. Ең бастысы әдет қалыптастыру. Ең басында жай ақша жинап үйренсе, одан кейін оны депозитта жинап үйренсе, одан кейін оны осындай бір акция инвестицияға шықса, ол көбейе береді. Иә, дәл осындай. Все, хорошо. Ыңғайсыз сұрақтар туды ма? Ыңғайсыз туған сұрақтың бәрін қойдым, негізі сол инфляция жайлы көп жазады деп ойлаймын. Инфляцияға ұшырайды ғой, немесе айтуы мүмкін.
акция банкрот болып кетуі мүмкін ғой деген сияқты. иә банкрот да. Мынандай сұрақтардың себебі ол точно беріп тұра ма осындай гарантия. Гарантия, конечно, жоқ. Бізде, гарантия деген қалай? Депозиттің өзінде сізге мынау, депозитке салатын болсаңыз, гарантирует мемлекет сізге, да? Банкқа бірдеңе болып кетсе, ақшаны қайтарып беремін деп. Бірақ оның өзі анандай гарантия ғой, сен бірден ала алмайсың да оны. 3 ай, 4 ай жүріп, алып, очередьқа тұрып алып, сондай болады, да? Плюс еще облигациялар. Облигациялардың кейбіреуі тоже, мысалы, мемлекеттік облигациялар деген бар. Мысалы, мемлекеттік облигация деген, мемлекетке мысалы айтайық, жаңа болды ғой, 14-15%-ке береміз, оның қайтарымы, жаңа 14-15% 5, 6, 7 жыл болуы мүмкін, да? И ол бізге ақша қайтпай қалу үшін мемлекет банкрот болу керек. Яғни, жаңағы депозит банкрот болған кезде мемлекет гарантирует, ана жерде мемлекет банкрот болу керек, да? Яғни ол тіпті сол депозиттен де андай надежный дейді, сол депозиттен де жақсырақ болуы мүмкін. Сондай облигациялар бар. Сосын гособлигациялар бар. Әрине мен енді кішкене инвестицияны білетін адам ғой, тек қана бір облигацияға салып қоймаймын, немесе бір акцияға салып қоймаймын ғой, да? Ол банкрот болып кетсе, мен дейтін бүкіл ақшам жоғалтып алады. Во-первых, банкрот болудың өзінің структуралары бар, системалары бар. Егер бір компания банкрот болып жатса, облигация ақшасын қайтаруға бірінші приоритетте болады, акция дейтін соңғы приоритетте. Яғни мен оны есептеп жасаймын. Осы банкрот болу ықтималдығы қандай, бұның жойылып кету ықтималдығы қандай, ақша жоғалтып алу ықтималдығы қандай, өсу ықтималдығы қандай, солардың барлығын есептеп жасаймын. Бірақ сіздерге экспериментті жасау үшін басында просто жинауды үйрену керек. Ал есептеуі, оның дұрыс анализ жасау уақыт өте келе сіздер түзетіп аласыздар, үйреніп аласыздар. Мүмкін осы 10 жылдың ішінде, немесе осы 5 жылдың ішінде, осы 1 жылдың ішінде менің курсыма қатысасыздар мүмкін, да, білмеймін ғой, мүмкін басқа біреудің курсына, мүмкін кітап оқисыздар, үйрене бересіздер ғой параллельно. Ол дегеніміз бір эксперимент жасадық, соны бастан аяқ тек қана сол эксперименттің ішінде ғана жүру керек дегенді білдірмейді. Қосымша үйрену керек, білім алу керек, дәл осылай, да. Ал бұл видеоға лайк басып, көп адамның көргенін қамтамасыз ету керек. Себебі көп адам инвестиция жасаса, ол өте жақсы болады.